Жалпы сауда қалай отыр қазір дүкеншілерде, қазір дүкен барларда осы жағдайды бір түсіндіріп айтып кетсеңіз өзіңіз. Енді жалпы магазиндар айтатын болсақ, қазір офлайн магазиндердің жағдайы қатты мәз емес. Бұлардың жағдайы жайлап этап-этапымен қиындап бара жатыр. Барған сайын трафик алып келу қиын да оларға. Неге яғни сол кезде адамдар уже базарға бармай жатыр ма? Бұл нарық, бұл клиенттің сондай бір әрекеті, қабілеті өзгеріп жатса, значит сен сол клиенттің қабілетіне сәйкес әрекет жасау. Біреу ату керек, сөре атса бәрі соны қайталайды ғой енді. Соның сататын затын сатады, соның істеп жатқан сату моделін қолданады. Біреу массажер сатып жатса, значит барады бәрі массажер сатады. Солай. Ойлайды, массажер хит болып отыр тиктокта дейді. Несель мырза, қазір кім тиктокта хит сатып жатқандардың арасында? Сатып жатқандардың арасында ма? ма? Жоқ, нелер түсініктен жаңа сіздің сүйікті сампо дедіңіз бе, кім дедіңіз? Сүйікті емес енді олар. Көп айтады. Көп айтады. Емес енді. Ассалаумағалейкум, біздің тұрақты және жаңадан келген көрермендер, қош келдіңіздер. Кезекті заманауи подкасттың шығарылымы. Бүгін бізде ерекше тақырыптардың бірі және ерекше қонақтар. Ал достар, ең бірінші сіздерді енді жалпы осы бағдарлама туралы таныстырып кетейін. Енді көріп жатқандар түсінбей жатқан шығар. Біз бұл жерде көбінесе жаңа заманауи технологиялықтарды, әсіресе әлеуметтік желіде қандай ерекшеліктері болып жатыр. Мынау бизнес ашамда дегендер үшін, одан кейін маркетингке қызығып жатқандар үшін осындай керемет ақпараттар беріп отырамыз. Сол үшін бүгін біз арнайы қонақ шақырдық. Ритейл саласының мықты мамандарының бірі және өзінің авторлық кітабы бар. Қазақстандағы танымал магазин дүкеншілерінің барлығының негізгі авторитеті дейміз ғой осы. Қанша жылдық өзім қатты мойындайтын эксперттердің бірі Сәкен Ділімбет мырза. Қош келдіңіз. Қош келдік. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум Сәке. Және өзіміздің тұрақты клиентіміз деп айтайын. Үйреніп қойғанбыз. Тұрақты спикеріміз Жексенбай Несібел мырза. Қалайсыз? Жақсы, күшті. Несібел мырза. Тамаша. Ал мырзалар, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгін біздің кезекті шығарылым. Давайте бүгін жалпы мынау сауда саласындағы Сәкен мырза, сіз енді магазиншілермен көп араласасыз, дүкені барлар Қазақстандағы енді почти бәрі таниды деп ойлаймын сізді. Еще жақында өзіңіздің кітабыңыз шықты. Жалпы сауда қалай отыр қазір дүкеншілерде, қазір дүкен барларда, осы жағдайды бір түсіндіріп айтып кетсеңіз өзіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум тағы да. Енді мынау дүкеншілер деген кезде мәке бірінші тек қана дүкеншілер деген кезде бұл азық-түлік дүкені елестейді негізі. Иә. Біздің қоғам сөйтіп қалыптасып үйренген. Бірақ кез келген тауар сататын бизнестің барлығы дүкен ғой негізі. Әрине. Телевизор сатсын сен, кілем сат, товар, азық-түлік дүкенін сат, косметика сат, барлығын сат. Бірақ факт в том, что ол магазин, дүкен болып есептеледі. Енді жалпы магазиндар айтатын болсақ, қазір офлайн магазиндердің жағдайы қатты мәз емес. То есть, скажем так, нашарлап бара жатыр. Әсіресе офлайн магазиндердің. Бұл кімдер нашарлап бара жатқан? Онлайн арқылы офлайн точкасына трафик алып келе алмайтындар. Жағдайы нашарлап бара жатыр. Тек қана магазинде күтіп отыра беретіндер солар қиын болады. Мысалға, ең бірінші офлайндағылар, бұлар базардағылар. Офлайнда бутик, кішкентай бір киоск ашып жатқандар, яғни онлайн арқылы алып келу қиын. Екінші отдельно стоящийлер, одан кейін торговый центрде отырғандар. Бұлардың жағдайы жайлап этап-этапымен қиындап бара жатыр. Барған сайын трафик алып келу қиын да оларға. Яғни сол кезде адамдар уже базарға бармай жатыр ма? Жоқ, адамдар базарға жалпы мынандай ғой, соңғы 5 жыл бұл сатып алу қабілеті онлайн арқылы күшейіп кетті ғой, клиенттердің точнее. Орысша айтқанда потребительский поведение дейді. Потребительский поведение өзгерді. Клиенттің әдеті ғой айтқанда. Иә, клиенттің әдеті, клиенттің сатып алу қабілеті дейді. Клиенттің сатып алу қабілеті онлайн арқылы заказ беру күшейіп бара жатыр, барған сайын үлесі күшейіп бара жатыр. И соответственно, мен мысалға айтайын, мен өзімнің отбасымдан білемін, мысал ретінде менің келіншегім үйден практически 90% затты қателеспеймін онлайн арқылы тұрады. Ол арбуз приложениесімен дос, ол Каспимен дос, ол WhatsApp-тағы өзінің бандегі сохраненный номерлері бар, бәрімен дос. Неге? Сол арқылы заказ береді, тапсырып береді. Демек, мен клиент ретінде офлайнда жүрген адам едім, уақытын үнемдеу үшін мен онлайнға өтіп кеттім. Соответственно, мен офлайндегі клиент мені жоғалтып алды ғой. Ол маған хабарласпайды, жазбайды, не істемейді, бірақ мені жоғалтып алды болды. Мен онлайнға өтіп кеттім. Сол сияқты қазір офлайндағы магазины бар бизнестердің ең үлкен проблемасы өздерінің офлайннан онлайнға өтіп отқан клиенттерін әлі түсінбей жатыр ғой. Просто жасамай жатқан жоқ, әрекет жоқ бұл жерде, пока түсінбей жатыр.
неге сауда түсіп, бірақ айтатыны тек қана сауда түсіп кетті, клиент бұрынғыдай уже жоқ деген жалоб айта береді. Жалоб айтады да. Мен айтамын, жалоб жасап жатқанда қарашы, жалоб жасай берген ештеңе шешілмейді. Біріншіден бұл нарық, бұл клиенттің сондай бір әрекеті, қабілеті өзгеріп жатса, значит сол клиенттің қабілетіне сәйкес әрекет жасау. Егер клиент онлайн арқылы сатып алып жатыр ма, демек сен не істей көрсің? Қазір мысалы үлкен почта магазиндар ашуға мен түбегейлі қарсымын өзім. Мысалы даже элементарно қазір енді сәл бір тақырыптың алыстау, Магнум етекші, Магнумдардың өзі бұрындар үлкен кэш энд кэрри деп ашатын еді ғой, смол дегендер ше, қазір ондай жоқ. Қазір барлығы кішкентай Магнум ашады. Неге? 300 квадрат, 200 квадрат. Потому что адамдарға ең бастысы офлайнда жақын болу, доставка жасап беру жеңіл болу, онлайн арқылы тапсырыс берсе тез әкеп беру дворға, үйіне, магазиннен. Сол сияқты мынау үлкендерден қазір кішкентайға кетіп, барынша бейімділікті офлайннан онлайнға беру. Мен өткенде бір зерттеп өзімнің зерттеу жұмыс жасап көрдім. Мысалы, неге онлайннан сата алмайды дегенше. Оказывается, мен өзімді алдыма мысал ретінде. Мен кішкентай кезімде әкемнің қасында жүріп помидор саттым. Үйде есіктің алдында тұрып кебек сататын. Одан кейін барып малдың жемін сататын, бидай саттым, ұн саттым, картошка саттым. Әкемнің заттары ғой, мен просто сатушы отырдым. Біз офлайнға бейімделдік деймін да. То есть туылғаннан бізге тәрбиені көрсетті офлайнмен, базарға апарып көрсетті. Кез келген сауда жасау үшін міндетті түрде базарға бару керек. Кез келген той жасайтын кезде базарға бару керек деген нәрсеге қалыптасты да. Біздің полный ойлау қабілетіміз, сана сезіміміздің барлығы базарға, яғни офлайнға бейімделіп қалған. Былай айтқанда убеждение соған кетіп қалған да. Енді онлайнда базар бар екен, біз әлі түсінбейміз. Ал енді оны кім түсінеді? Оны 2010-нан бері қарап біздің ұрпағымыз, бала шағамыз, олардың сату қабілеті онлайнда болып келе жатыр, офлайнға қарағанда. Сол себептен бізде мынау қазіргі бизнес жасап жүрген адамдардың ең үлкен бір қателігі офлайннан онлайнға өте алмай жатыр ғой. Үлкен бір проблемасы, бірінші баста проблема болып тұрады сол. Соны түсінбей жатыр. Соған бір кішкене сәл енді неше түрлі қазір түсіндіретін подкаст та бар, сабақ та бар, курс та бар, неше түрлі видео бар, рилс бар, не знаю, тикток бар, барлығы бар да, негізі айтып отыр. Бірақ білмеймін, кәсіпкердің өзінің анау бейімділігі дейміз ба, нарыққа сәйкес ақша табуға деген желаниесі дейміз ба, немесе оның бір мотивация беретін нәрсесі жоқ па оның, білмеймін болды. Неге өзгермей жатыр деген сұрақ. Неге өзгермей жатыр ол ше? Енді бұл тек біздің Қазақстанда болып жатқан жоқ тенденция емес қой, мысалы бүкіл әлемде сол болып отыр да. Дәл осы жағдай Қытайда да өтті, дәл осы жағдай Россияда жаңа қазір болып отыр, одан кейін дәл сол жағдай Америкада да болып отыр. Себебі Американың өзінде де қазір көптеген жаңа платформалар, жаңа енді олардағы әлемдегі номер один Amazon мысалда маркетплейстердің өздері үлкен септігін тигізді. Енді Қазақстанда қазір көп қарайсың, сатушылардың айтатын сол да, мысалы базарда бұрынғыдай не жоқ, анандай жоқ, мынандай жоқ. Әрине оны жылай бергеннен ештеңе шықпайды, ешкім үйде шықпайды, ештеңе шықпайды. Бір әрекетін жасауымыз керек. Сол үшін енді қазір Қазақстанда саудагерлерде, саудасын жасап жүрген, товар сатып жүргендерде қай платформалар сіздің ойыңызша, өзіңіз байқап жүрсіз, сөйлесіп жүрсіз, қай платформалар жақсы жұмыс жасайды, қайсысына сатқысы келеді кәсіпкерлер қазір? Платформадан если әлеуметтік желі дейсіз ба? Әлеуметтік желі болсын, ол Каспи болсын, ол жаңағы не болсын, кез келген. Енді мынандай ғой, мысалы Каспидің все-таки негізгі нишасы бәрі электроникаға бейім жоғары да. Каспи сонымен бастады. И Каспидің негізгі клиентский базасында көбі электроникаға жақын да. Мысалға мен өзім электрониканы Каспимен аламын. Мен потому что егер оның характеристикасын түсінсем, техникалық характеристикасын болды, мен оны сөзсіз Каспиден аламын. Ал екінші уже мен Инстаграмға кіремін. Үшінші мен уже Тугиске кіремін. Мысалға мен бір үйге зат алатын болсам, допустим, торт, гүл сияқты, бір подарок сияқты сыйлық необычный заттар болатын болса, мен Тугиске кіремін көбінесе. Маған Тугис ыңғайлы да. Ал егер Инстаграм болса, кейде Инстаграмға кіремін. Мысалға да, то есть Инстаграмға жазам, өзім поисковикке қандай зат керек. И мен сол жерде жоғарыдағы самый активныйлар шығады, активный кіремін, сториздарын қараймын, или немесе актуальный қараймын. То есть мен осы платформалар. Қазір енді жаңа платформаның бірі маған, мен өзім бұрын мойындамай жүрген платформаның бірі ол TikTok еді. Мысалға. Мойындамай жүрген платформаның бірі. Қалай мойындамай? Әлеуметтік желіде мойындаймын, бірақ TikTok бізге сөйтіп кірді ғой нарқы, секеңде билеп кірді ғой. Ешкім оның монетизациясын түсінген жоқ қой түбінде. Мен түсінген жоқпын, көп адам түсінбеді. Мен не істедім, кірдім, бәрі елдің бәрі тек секенде билеп отыр. Там апыцы отыр, тірліктің бәрі. Кішкентай олар жүр. И ішінде баласы жүр, бәрі групповой билеп отыр. Мен жүрдім, ашпай жүрдім ғой мен TikTokта. Ашқам, бар как наблюдатель ретінде ашқам. Пользователь ретінде емес та өзім. Бірақ не істедім, кейін бар мен TikTokқа өткен кезде 2022 жылы шілденің, қателеспесем, 20-ларына мен кімнің Марғұлан Сейсебаев ағамыздың несін көремін, TikToктағы несін көріп қалдым. Ол кезде бір 300 ба 400 подписчигі бар на TikTokта аккаунтын. Кірсем, ішіне қараймын, ақтарып қаламын, кәдімгі стабильно рилс салып да, видеолар салып жатыр. Мен айттым да, мына жақта миллиардер деймін да, ақшасы бар, TikTokта отыр,
жасап жатыр, контентін беріп жатыр. Маған не жоқ деймін да. Маған не жоқ деймін. Типа бар да жаса деп. Неме жетісіп Иә, жүрмін. неме жетісіп жүрмін деп ше. Мен не істедім? Мен ол кезде тек қана Инстаграмды көретінмін ол кезде. Сөйтіп мен Инстаграмды алдым да, Инстаграмдағы просто алдым да контентімді дубль жасадым ғой. Мысалға сол кезін алдым да, бүгінгі күнге дейін, бүгін мен эфирге алғаш шығып жатырмын ғой. Ровно 2 жыл уақыт өтті да. 2 жылдан астам уақыттың ішінде мен тұрақты түрде 30 мың подписчигім да. Просто видео сала бергенмін ше. Мен ешқандай стримге шыққан жоқпын. Но мен үшін жаңа платформа болды тоже бұл. Новый адамдар алып келетін, потребительдердің бар мекен деп айтайықшы. Керемет. Иә, қазіргі шынымен жаңа технологиялар келіп жатыр. Вот кәсіпкерлер бағана күшті тақырыптардың бірін несеп кеттіңіз. Неге осы кәсіпкерлер тез мүмкіндігін көреді? Жаңағыдай мысалы TikTok несі бойынша. Бірақ соны тез неге меңгермейді? Неге тез адаптация болмайды? Бізде өзім ойлаймын, мен все-таки біз қазақпыз ғой. Бізде бір Чимкентский шығу керек, который безбашенный, рискованный, сондай бір ақшасын жертвовать ету керек ол нәрсеге ше. Мен сөйтіп көремін, скорее табиғат бізде қоғамда сөйтіп қалыптасқан сияқты да заңдылықтар. Мысалы бір Чимкентский шығады да, TikTokпен сатып көреді условно. Сөйтіп оны жанында 2 Чимкентский көреді. Сөйтіп олар қайталайды оны. Сөйтіп оның жанында көршілер көреді. Там Тараз, Қызылорда, Астана кете береді батысқа қарай ше. Мен сөйтіп көремін да. Сөйтіп ол иерархия ғой, жайылады да. Сөйтіп артындағы тұрған солдаттардың барлығы да ура, TikTokқа кіріңдер деген сияқты атака болады ғой бізде. Мысалы қай бір жылы 2016 ма 17 жылы әлеуметтік желіде мысалы Инстаграм деп шықты ғой енді. Инстаграмды дамыту керек, СММ оқу керек деді да. Қазір Инстаграмды уже оқитын жер қалмады ғой уже негізі. Бәрін оқыды да, қана прогрев қана қалмаса. Ал техникалық жағынан қазір TikTok сол жағынан не болып тұр, хит болып тұр да. Сол үшін мен ойлаймын, бір адам бізге жасау керек, оны қалған адамдар соны наблюдать ету керек. Бір адам байып кету керек. Иә, бір адам байып кету керек қалдағы ше. Бұл пирамида бизнес сияқты ғой. Алдына біреу кету керек, соның артын жайлап сен артынан кіреді адамдар. Білмеймін, қоғамның мышлениесі сондай сияқты да. Сол үшін де шығар, ана бізде көп қазақтарға, жалпы қазақтың кәсіпкерлеріне доказать ету керек деген нәрсе бар да. Бір нәрсені көп айта беру керексің. Айта бересің, одан кейін барып істейді. Мен өзім даже TikTokқа елдерге өзім кірмесем, елдерге кір деп қанша адам не істеп жатырмын да. Это вот школасы тұр. Ана жаққа барып, неге? Потому что мен түбінде түсініп тұрмын. Қазір меңгермесем де, ертең маған бір жылдан кейін меңгергенім маған ол поздно болады. Какой-то момент. То есть мен ол кездегі входной билет TikTok үшін маған қымбат болуы мүмкін да. Мен ол кезде лидті қымбат сатып алуым мүмкін. Мен ол кездегі там энергия ресурстарым қымбат болуы мүмкін. Мен ол кезде 1 сағат емес 3 сағат отыруым мүмкін да уже. Мен ол нәрсенің бәрі маған уже обойдется қымбат баға. Сол себептен мен айтсам, стараюсь барлық адамдар кіргізуге. Сол себептен егер тақырып келетін болса, бұл жердегі бірінші проблема бізде қоғамда мышление түсінбеу жағы проблема бар деп ойлаймын. Все-таки біреу көру керек, біреу ату керек. Біреу атса, бәрі соны қайталайды ғой енді. Бәрі соны қайталайды. Соны сататын затын сатады, соны істеп жатқан сату моделін қолданады. Біреу массажер сатып жатса, значит барады, бәрі массажер сатады ғой. Солай. Ойлайды, массажер хит болып отыр TikTok дейді да. TikTokқа шығып ол өзінің өнімін сатуы керек па? Ана отыр ғой қазір сатып, құрт сатып жатыр. Әдемілеп мысалы да. И сол сияқты кез келген адам любой өзінің өнімін сата алады деп айта аламын. Несель мырза, қазір кім TikTokта хит сатып жатқандардың арасында? Сатып жатқандардың арасында. Жоқ, ана нелер түсінікті жаңа сіздің сүйікті Сампо дедіңіз бе, кім дедіңіз ана? Батыл ойнайтындар. Сүйікті емес енді олар. Көп айтатын. Көп айтасыз. Ондай емес енді. Сатып жатқандардың арасынан білмейді екенмін. Әлі бір явный лидер жоқ, ә? Явный лидер жоқ, точно. Мықты ванхун ба? Мықты ванхун ба? Иә, мен айтып сол анау, жарайды олар отырады, донат жинайды, әңгіме жоқ. Бірақ мысалға жаңа Абділдалар алдында 200 мың адам ұстады ғой. Мен айтам, неге сол жерде сатпады олар? 200 мың адам отырды, бір нәрсе сатып жүргенде күшті кететін еді негізі. Бұл жерде мен ойлаймын, мен ол нәрсе ойлағам. Мен анау ННД-дердің несін көргем, неше түрлі эфир жасады ғой, 50 мың адам отырды, неде ше, неше түрлі. Машина ойнатты, разыгрывать етті. То есть қараңызшы, біз инфопродукт шығара аламыз ғой. Біз продукт шығара аламыз да, біздің қолымызда келеді. Біз системный мүмкіндік бар да. И бір адамда фанатский маза мықты да, адам көп жинай алады да, бірақ сату қабілетінде немесе продукт жағынан проблема болған да. Сататын продукт жоқ. Иә, продукт жоқ сататын. Біз мысалға продукт сата аламыз, бірақ бізде онда үлкен фанатский база болмауы мүмкін. Иә, дұрыс айтасыз. То есть бұл жерден объединение ғой, просто екі жақ бар. Сол кезде екі нәрсе ұштасқан кезде бум, продаж шығады. 200 мың деген ол. Екі түрлі нәрсе негізі вообще, абсолютно. Конечно. Енді мынандай ғой, 20 мың адам отырды деген сөз, ол жерде даже бір зат ұсына салсаң да алады деген сөз емес қой негізі. Иә. Ол жерде мысалы, өйткені ол қыздыру бар, ол мысалы тауарды түсіндіру бар, мысалы ол адам оны түсінбейді. Жалпы бүйтейікші, Инстаграмның жұлдызы деген бар да.
тиктоктың жұлдызы деген бар. Инстаграм жұлдызы қандай болу керек? Мысалы сіздің ойларыңызда вот мысалы Инстаграм жұлдыз, енді осы уақытқа дейін қалыптасқан адам бар. Бір стильный не киініп алған, бір брендтер киінеді, лакшери өмір ма чисто? лакшери өмір, жаңағыдай шетелге шығып тұрады, жақсы машинасы бар астындағы, иә, күнделікті жаңағыдай өйстіп микрофонды қойып алып әңгіме айтады, жаңа арасында жаңағыдай өмірін көрсетеді, бала шағасын көрсетеді, семьясын көрсетеді, үнемі развлекательный бір контенттер, өмірмен бөліседі. Вот менің ойымда сондай да, вот сіздің ойыңызша вот Инстаграмдағы жұлдыз. ол кім деп тұрсыз ба? Иә, вот қандай образ сізде вот? Образ ба? Инстаграмда образ, скорее всего, мен больше всего, наверное, успешный образ. Иә, успешный образ бизнеске бағытталғаннан кейін бизнес жайлы айтатын адам шығар деп ойлаймын. И кейін арасында бір екі лайфстайл. Мен прям отбасы деп айтпаймын, но лайфстайл деп тұрмын, там не қай жаққа барды, қалай саяхат жасады, сондай өмірдің құндылықтарымен сондаймен қатысты болады. И одан кейін Инстаграмның жұлдызы еще плюс маған қазір соңғы уақытта бұл әлеуметтік мәселелерді қозғаушы деп айтайықшы. Әлеуметтік мәселелер болады, мысалы елдегі болып жатқан сол нәрселерді қозғаушы адам маған бір жұлдыз болып көрінеді кішігірім. То есть бір теманы алып ортаға дискуссия жасап, талқылап, менің ойым мынандай деп бір өзінің определенный бір позициясын айтатын адамдар бар ғой. Сондай деп қараймын. А так, бірақ данный момент бір нақты бір тұлға жоқ, бүйтіп қатты бір фанат етіп қарайтын ше. Енді әр салада әртүрлі, мысалы бизнесмендердің арасында біреу бар, жаңағы блогерлардың арасында біреусі бар деген сияқты сондай бар ғой. А вот тиктоктың образы, тиктокер мықты. Менде екеуінің разницасы бар ма екеуінде мысалы? Мен екеуін екі түрлі көремін да. Мен де көремін. Мен тиктоктан осы уақытқа дейін деп айтайын, бүгінгі күнге дейін, кеше күнге дейін мен тиктокта в основном молодежь сөйтіп келдім. Молодежь плюс нелер ғой, бишілер деп айтайықшы, билейтіндер ғой. Көп там билейтін сондай аудиторияны елестетіп келдім мен. Мен образ сөйтіп келді. Потому что мен кіргеннен сөйтіп көрдім ғой. Менің ең алғашқы неге тиктокқа салған видеом мен билеген видеом ғой. Болды ғой, есімде да ол. Мен билеген қатты билемін, бірақ костюммен сабақ беріп жатқан жерінде фокус сабағының ішінде ортасында билегем. Кішігірім ше андай қолым көтеріп солмен кіргенмін да мен. Потому что сөйтіп көруімге ассоциация сөйтіп қалыптасты да маған. А енді қазір не істеп жатырмын ғой, өзгеріп жатыр да. Қазір бәрі бар. Қазір уже андай, қазір продажа, лайф продажа мысалы, лайф продажа маған қатты ұнайды. Мысалы маған уже тиктокердің бір успешный образы дейтін болатын болса, менің көз алдыма бір сөйлеп қалған, бір андай өзін бір еркін, шаны шектеуі жоқ басындағы. Мысалы бөле Инстаграмда адам бір сдержанныйлау, бір үлкендеу кісі да мысалшы. Ал тиктокта бір чуть-чуть қуғынбайлығы бар. Өзінің еркін жаңағыдай қатты фильтровать етпейді сөзін, айтып жатқан сөзін. Одан кейін жаңағы сату болса сата салады жаңағы несіменен. Вот сондай адамға жақсы келетін сияқты болып көрінеді да, бөлеңізменше. Более свободный формат қой. Свободный формат, да. Более вот свободный форматтау, ана арт жағын қатты ойламайтындар болады ғой, мысалшы. Біз енді андай бұрынғы, мен өзім андай әр нәрсені шақтарда уже ойлайсың ертең мына әрекетің қайда апарады. Одан кейін мына уже Facebook, Instagram сондай болып қалды ғой негізі. Ертең артыңды ойланып десейсің. А TikTok-тағылар мынандай болып көрінбейді ше, артын ойлайтындар ше. Тұрып бүгінгі өмір сүреді, бүгінгімен. Как она есть бәрін айта береді, как она есть бәрін көрсете береді. Табыс таба береді. Сондай бір жаңа мүлдем басқаша бір аудиторияны алып келе жатқан сияқты да. И адамдар сондай болып ұмтылатын сияқты барған сайын. Ерекше болуға, түрлісі киіне салады, әйтеуір не істейді. Еркіндікке сөзін вообще қатты фильтровать етпейді, орысшасын, қазақшасын, ағылшыншасын араластырып сөйлей береді. Қазақша түсінбейді дейсіз ғой тикток. Сөйтіп істей беретін сияқты болып көрінеді да. Бірақ енді бұның енді болашағы бар ғой, мысалы, ол қайда барады деген сөз да. Себебі мысалы қазір Қытайда қарап отырмын, көптеген адамдар бетінде бір шрамы бар, немесе бір табиғи әртүрлі неге байланысты бір чуть-чуть жетіспейтін бір адамдар, солар хит болып баратыр да. Ол жақта ше. Нестандартный личность қой. Нестандартный адамдар қазір хит болып баратыр. И нормальный адамдар ненормальный болып қалып жатыр да. Ана жақта. Яғни нормальный өзіміз қазір кіріп таңғалдырамайсыз ана жерде. Бізде бар ма ондай? Міне мен короче американский контентті қарадым, Инстаграм, тиктокқа дейін. Ол кезде жаңағындай ергежейлі адамдар, құлағы адамдар деген сияқты кәдімгідей подписчиктер көп тұғын. Бірақ бізде қоғамда, Қазақстанда ондай шығып ұялады да, рамкада. Ал Америкада, Европада ол нормально. Сен сөйтіп шықса, наоборот, прям нестандартный личность көп подписчик жинайсың. Ана Хазбектің өзі қанша? 10 миллион подписчигі бар ма? Инстаграмда Хазбек. Ана бір бойшындай чеченец, иә. Енді айтайын дегенім, сол нәрселердің барлығы, мысалы даже элементарный Қытайдағы жаңа Остин Ли дегеннің өзі, мысалы почти 1,8 миллиард жасаған жігіт помада сатады ғой. Соның өзі бір сигнал ғой, мысалы. Ол нормально шығар ол помадасы. Жоқ, бізде де мысалы қоғамда жігіт шығып алып, қазір помада жағып алып, сол помаданы сататын болсам мен ердіме жағып ша.
ол ненормально ғой мысалы сіз сата алмайсыз ол ғой ненормально бірақ кім бірінші сол жасайды байыды точно жоқ содан кейін қайталайтындар сондай нәрселер вот барған сол ашылып жатыр сондағы мүмкіндік беріп жатыр ғой әлеуметтік желі деген мейрут мырза айтып қана андай не болып тұр ғой, то есть ер адам помада жағып бояған дұрыс емес қой, по идее иә то есть бұл енді сол өзіміз жанып кетіп жатыр деймін да сондай нәрселерге итермелеп жатыр деймін да тиктоктың нәрсесі ол бір жағынан дұрыс емес ол мысалы ары бір жігітті көрдім бір нәзіктеу екен бір ана квартиралар ремонттайтын ба бір көрдім несінші аты кім екені есімде жоқ и сол жігіт қазір бір сондай бір нелер жасап жүр ана просмотрлар енді масқара да кішкене сызылып қалған жігіт екен несіне нормальный шығар енді бірақ андайлау ма иә сондай сол маған бір не көрінді да опа бізде де уже келіп жатыр екен ғой деген сияқты нәрсе басталды да и осындай әлеуметтік желілердің бір жағынан жаңағыдай енді кәсіпкер үшін жақсы түсінікті біз тауарымызды сатамыз сол жағынан ыңғайлы бірақ еркіндікке де қатты жол беріп жіберетін сияқты да дұрыс потому что біз все-таки артымызда өсіп кеткен ұрпақ бар ғой енді қоғамға басқа жаққа бір нәрсені артық қыламыз деп кәсіпті дамытамыз деп қоғамды тәрбиелеу жағын айтып жатсыз ғой енді иә то есть қоғамда условно там балалар отырып алып мысалға допустим құдай сақтасын сіздің немесе менің балам эфирге кіріп алып помада бойлап отырса ол сатпауы мүмкін бірақ боянып отырса ну иә жесткий проблема ол негізі дұрыс па қоғамға как дерт қой негізі сол нәрсені айтып отыр да менде ол нәрсе екінші жағын айтып отырмын да әлеуметтік желінің тиктоктың жарайды жаңағы еркін деп жатырмыз ғой сол еркіндікте уже адамдар уже оны өзін ұстай алатын адамдар бар қазір барған сайын ұстай алмайтын адамдар көбейіп кетті ғой яғни өзіне вообще отчет бере алмайды алады да білген ананы не істеп жатыр соны істей береді бояну керек па бояна бастайды ол нормально екен деп санай бастайды и сонымен кетті ана нәрсе ше и қарасам вот әлеуметтік желінің плюсы да бар минус жағы да бар ғой деп жатқаным ғой иә любой нәрсе солай ғой пышақ та солай ғой тамақ ішесің адам өлтіресің деген сияқты ол да солай ол нормальный нәрсе ол просто шамалы именно дұрыс жағына қарай бағыттан дұрыс қой все-таки потому что бір кетіп қалса ана жерде крыша кетіп қалады шыны керек сол үшін нормальный адамдар көбірек кіру керек тиктокқа иә и нормальный нәрсені көбірек айту керек вот дұрыс нәрсе иә ана нұрлан имам айтқан сияқты барсам тиктокта хит болып кетті ғой тиктоктың арқасында нұрлан имам ба иә тікелей эфирге шыға беріп соның арқасында хит болған ұстаз ғой енді ол айтқан маған ұнады да сол жерде қызық таймсқа ма қай жаққа бар дейді түнгі студияға бардым да сол жерде айтқан кезде айтады да мен дейді ана жақта көрдім дейді жастардың аузына келген сөйлеп отқан несі бойынша мен барып сол жерде дұрыс айтатын әңгіме айтатын адам болуым керекпін деп содан бастаған екен и сол миссиясын қалай керемет орындап шықты да сол үшін бізге де осылай кіру керек жоқ егер дұрыс адамдар көбейген сайын ана жері өзі дұрысталады да әлеуметтік желіде шамалы болса да былай контролировать ете аламыз да қоғамдар қашып кетеді контентті инстаграм ондай жоқ иә инстаграм бірақ бұрын сондай болатын ең бастапқы кезеңде инстаграмда неше түрлі қоғамдар болатын детсадтардың әлеуметтік желісі деп айтатын кішкентай балаларды деп ше кейін үлкендер кірді да жаулап алдық та сөйтіп кішкентайлар қашып кетті тиктокта солай болды кішкентай балалардың несі болды ғой билейтін алаңы енді сәке енді сіз кіріп жатсыз әлеуметтік желіге сезімдеріңізбен бөлісіңізші қалай болды бүгін мысалы тікелей эфирге осы уақытқа дейін контент салып жүрдіңіз білемін сізді бірақ тікелей эфирге шықтыңыз кеше 2 күн алдын бүгін 3-ші күн шықтыңыз бүгін 3-ші күн иә вот кәсіпкерлер қарап отыр енді бизнес ашамын дегендер қаншалықты қиын осы уақытқа неге шықпадыңыз не кедергі болды сізге енді осы уақытқа дейін шықпаған бірден бір себебі ол қарсыласу ғой енді кез келген кез болады ғой мен бірақ неге инстаграм тікелей эфирден шығамын тұрақты түрде шығып тұрамыз айына 1-2 рет шығып қоямын бірақ күніге деп айтпаймын но айына 1-2 рет 3 күн шығамын керек уақытында контент бөлісетін уақытында ал тиктокқа шықпаудың бірден бір себебі мен қорықтым ғой негативтен қорықтым ғой хейттен негативтен хейттен қорықтым қуады екен деп айтады иә қуады мына кіремін ананың біреудің аузына ақ ит кіріп жатыр ана көк ит шығып жатыр қалай болады біреудің эфиріне кіремін ғой мен де эфир кірсем біреудің эфиріне бір нормальный блогер отыр ананың астында қырылысып отыр жайын жазып мен бұндай эфир қаламаймын деймін да мен бұндай эфир жасағым келіп тұрған жоқ та не істеймін мен десем қаштым осыдан мен негізі сол осы биыл былтыр бір 2 шәкіртімді мен өзім былай айтқанда ұрысып жүріп артынан қадағалап жүріп кіргізген 2 кісім бар олар атып кетті қазір таразды ғана дейлік иә тараздан бар екеуі тараздан и ол кісілер андай не да уже бандай кір деген сияқты осыны күшейте беріп өзім бағыт бердім да бірақ өзім артына отырдым да как это не болады екен деп па мен рөлді өзім ұстап отырмын сен газ баса берші деген сияқты ше сөйтіп олар атып кетті да ақырында кейін курс оқып басқа қалды әйтеуір өздері сол жемісін жеп кетті да шүкір бірақ мен есем қазір мысал ретінде сол кісілерді көрсетемін бірақ өзім шықпай жүрдім өзімде бір батылдық жетіспей жүрді сөйттім да мен сентябрьде шығамын деп уже шешім қабылдаған кезде бір шәкіртім келеді айтады сәкен мырза мейірбек мырзаның курсын оқиық біреу алып дейді да қалай оқығанын мен айттым как раз мейірбек мырза келеді дедім деймін ғой өйткені сентябрьда біз 14-ме кездестік қой бір октябрьда кездестік па сөйтіп
как раз келдіңіз, сөйтіп келіскеннен кейін онда не болды да, бір бәрі оқитын болды. Мен давай дедім, онда идея келді. Мен онда бір өзім бармайын дедім оқуға. Қасыма 20 жамағатын жинап алайын дедім. Сөйтіп 20 адамға айттым, 20 адамға орын ашып береді Мейірбек мырза. Сөйтіп барып оқиды дедім. Сөйтіп келіп оқыдық. Мен бірінші қазір бастаған кезде бірінші күні абсолютно ешқандай бір-екі хейт болды. Қатты неғқан жоқпын. Кеше де хейт болды, бүгін де болды. Бірақ анда не істеген жоқпын. То есть нормально екен ғой дедім да. Қабылдауға болады. То есть ол да инстаграмдағы адам ғой негізінде. Қарасам ана ішінде бүгін эфирінде отырған бір 111 адам, 114 адам болса, ішінде бір 5-6 адам танимын кәдімгідей. Не істеп отырмын да? Олар менің бір өнім алған. Менде андай болды. Типа бұл абсолютно холодная аудитория деген не болды да. Иә, холодная аудитория көп, бірақ ішінде теплый да бар. Демек менің какой-то бір лицом, видеом бар да ол жерде. Сол лицом қазір таниды екен. Иә, таниды екен деп ше. Сол себепті менде да бір наоборот сенімділік пайда болды қазір. Қорқыныш бар еді, қорқыныш азайып сенімділік пайда болды. Енді қазір сенімділік маған наоборот жаңа бір челлендждер жасауға мүмкіндік беріп тұр да. Мысалы алдағы уақытта үлкен запуск жасағым келіп тұр, бір ойласып мысалға да сіздермен бірге. Сондай сияқты қазір мен талап ететін боламын айналам адамдардың бәрінен. TikTokқа кіріңдер. TikTokқа кір деп ше. Мысалы қалай біз Инстаграмға кіріп контент жаздық, рилске басқасын дәл сондай стрим болсын, TikTok жаппа, TikTokқа Инстаграмға қалай қараймыз, солай қарау. Сіз еще уже продажа болдсыз да, ең қызығы уже. Кірдіңіз, бірінші күннен бастап саттыңыз. Кірдім бірінші күннен. Кітабыңыз саттыңыз. Аты қалай еді? Ритейл сауда құпиясы. Ритейл сауда құпиясы деген кітап. Еще сіз 25-нен саттыңыз, иә? Нешеге саттыңыз? Сәкен мырза бірінші күннен бастап кіреді да 25 мың теңге кітап сатады ғой. TikTokқа кіреді да астында біреулер деген мақтап жатыр, біреулер жамандап жатыр. Ойлап қоямын, иә Сәкен қазір не істеп қалмасын деген бастады, сатып қалмасын деп. Мен өзім поддержка беріп отырмын жаңа тікелей беріп отырып ше. Бірақ молодец, 25 мыңнан уже кәдімгідей сатып не істеткізді. 5-еу сатып жібердіңіз, иә? 5-еу саттым. Кеше бүгін күніге 5-еу лимит қой. Яғни TikTokта алатын адам бар негізі, иә? Кітап десең кітапты алады. Жоқ, ана болады ғой. Мен мысалы бүгін бір доскамен шықтым, мысалға да сәл разбор жасайын дедім да артында. Сол себептен бүгінгі мысалы бүгін уже андай немен шықтым, жоспармен шықтым, кішігірім бір сағат шығамын дедім. Мен ровно банда 57 минут отырдым. Болды, мен сол нәрсені 57 минут өшіріп тастадым. Енді маған просто контент, сценарий, офер дайындап алу, менің бандегі настроим соның бір барлығын жүйелеп келсем, ақша табуға мүмкіндік өте көп қой. То есть мен мына нәрсені түсіндім. Мен таңертең кешке дейін сторизен прогресс жасай бергенше, жасаймыз оны, окей. Бірақ прогресс салыстырдым ба қазір Инстаграм мен сторизен прогрессмен. Сен 24 сағат тұрады прогрессің, допустим. Ладно, сен ол жерден бір 20 сатасың, 30 сатасың, 30 кітап сатасың да. Мына жақта сенде мүмкіндік бар ғой, то есть 30 кітапты 2 сағатта сатып жіберу мүмкіндігі бар да. То есть сол мүмкіндік бар, сол нәрсе маған TikToктың ішіндегі артықшылық ретінде ұстап тұрған нәрсе сол. Скорость продажи. Скорость продажи. То есть зачем маған 24 сағатты мен күтіп бөліп оны 25 мың теңге таба алғанша. Лучше келемін да бар мен 24 сағатын 22 сағат басқа нәрсемен айналыса берейін да. Вообще тема. Иә, 2 сағатыма келейін, командамды дайындап келейін, өзім дайындалып келейін, ұсынысымды дайындап келейін, әдемі келейін, сонымен қосайын да TikToктың барлық мүмкіндігін просто выжимать ету ғой, пайдалану. Вообще тема. Күшті, өте керемет. Идеяңыз да керемет екен. Несібелі мырза бүгін сізге қатты сөз бермедік қой, бір-екі сөз айтып жіберсеңізші осыған қатысты. Қолдап отыр ол кісі. Мен қосыламын. Тыңдап отырмын. Бүгін тыңдап жүретін шақырдым. Сәкен мырзамен стримді өткізіп, Алла қаласа бір стримде 100 кітап сатамыз деп нетіп отырмын. Стримді жақсылап тұрып дайындалып, бір стрим өткізіп, жақсылап тұрып продаж жасаймыз, Алла қаласа. Өзіме де қызық болып кетті. Просто бұл кісі жақсы сату біледі, менің ойымша. Энергичный, шамалы бір не сценарий берілсе, күшті болады деп ойлаймын. Екеулеріңіз шығыңыздар, жылавестердің саудасы болсын. Күшті, ерекше сауда болады. Все хорошо. Жалпы сізге Несібелі мырзаның үйреткені қалай, ұнады ма жалпы несінен? Ұнады, жақсы түсіндірді, жақсы сөйледі, түсіндірді, жақсы көрсетті. Салыстырмалы түрде айтатын болсам, бір жігіт болды, тағы бір жігіт. Елдар. Ол кісінің несінден сәл ашу керек сияқты деп ойлаймын. Несін подачасын бар ғой. Елдар мырзаның ба? Ол кісі басын қайтарып қоя береді екен да. Таза практика ол. Күшті ашады да. Бүйте саласың ғой дейді зат да. Ал адам ғана мен түсіндірмін оны. Бірақ қасым адамдардың түсінбей жатқанын түсіндім да, көрдім да. Сізде жақсы екен адамдарды күту, бірге жүру, несі подачасы ұнады ма? До конца. Иә, до конца. Бәрін түсіндіріп, түкпір-түкпіріне шейін түсіндіріп несі бойынша. Еще плюс бір не керек екен андай.
бойцы готовы на продажу деген сияқты. Вот. Мотивационный ма? Мотивационный нәрселер Алдында бір-екі рет көргенмін тестировать етіп, оны что-то өтпеді адамдарға. Үлкен кісілер болды да, дайынсыздар ма десем, өзіне көңіл күйі түсіп кетті. Просто айтпай ақ қойыншы осыны деді. Бұны Мәкең айтсын, мен айтпай ақ қойын деді ішінен. Возможно, андай болуы мүмкін. Потому что бірінші мотивация беру үшін бірінші өзің мотиватор болу керексің ғой. Иә, ол вообще басқа нәрсе. Ол менікі емес точно. Немесе ол же бір фанатский болса болды, сенікі болу керек та, сен тыңдайтын адам болу Иә, керек та. ол да бар. Бірақ сол нәрсе болса, мен потому что байқадым, мен 20 адамның өзінің ішіне қашып жүрген сабаққа бір 14-15 адам келді ғой. Соны қарадым, 14-15 адамның ішінде 8 адам активный шықты, 4-5-еуі қашып жүрді, бәрі жағалап жүрді да. Менде адам жоқ, анау мынау нөл деді. Мен біреудің қасына шық деймін. Бәрі сопротивление бар. Сол кезде ана не керек та, қолдау керек та. Все-таки кәсіпкерлерге, сатушыларға қолдау керек. Стримге шығатын кезде бір шығарып жіберу ғой. Бір шығарып жіберсең, 2-3 күн жүріп кетсе болды ғой. Бір дәмін сезіп түсініп алса, алғашқы бір продажа жасаса, түсінеді да, что мына жерден сен қазір қателікпен жасаған өзі жасап отырсың. Дайындықпен жасасаң, біліммен жасасаң, уже сен нормально ақша жасайсың бұл жерде. Иә. Соған бір не керек, дожимающий қосымша керек екен деп ойлап тұрмын. Өте дұрыс айтасыз. Қамшы ғой. Иә. Әр адамға негізі ортаның рөлі деп өткендегі біз бағдарламалардың бірінде айтқанымыз, осындай жерде бір сені қолдайтын бір адамдар керек та. Ұстазың и ортаң саған қатты былай айтқан кезде септігін тигізеді. Ал мырзалар, бүгін өте қызық нелердің бірі болды. Сәкен мырза, өзіңіз тәжірибеңізбен бөліскеніңізге рахмет. Рахмет. Ұнады. Иә, әсіресе бүгін тауарка саласындағылар үшін енді бұдан кейін шынымен TikTokқа кіру керек екен деген нәрсеге бір көздері жетті деп ойлаймын. Давайте бір-екі қорытынды сөзбен сонымен аяқтасақ болады. Өзіңізге сөз. Билл Гейтстің әдемі сөзі бар. Егер бизнесің онлайнда жоқ болса, өлдім дей бер дейді. Қазір 2024 мысалға уже тамамдап жатыр. 2025 жылы онлайн бизнестегі сату ол үше күшейеді, чем 24-23-ке қарағанда. 26 ары қарай кетеді. Сол себептен қазір кірмесеңіз, ертең кіру сізге входной билет қымбат болады бұрыс. Любой уақытта. Ол кәдімгі концерт сияқты нәрсе ғой. Сол себептен кәсіпкерлер айтады, онлайн бизнеске, онлайнға кіру, мейлі ол TikTok болсын, жалпы әлеуметтік желі болсын, барлығына сатуға өтуге кеңес беремін сол нәрсеге. Керемет. Несен мырза, сіз тыңдап отырдыңыз ғой бір-екі. Енді TikTok деген андай нәрсе ғой, ешқандай әлеуметтік желі бермеген нәрсені беріп тұр да. Нулевой адамға подписчик та беріп тұр, просмотр да беріп тұр. Енді 100% гарантиямен бір нәрсені айтып қояды, болашақта оны бермейді уже. Қазір беріп тұрған кезде алып қалу керек. Иә, сөзіңізді дәлел ретінде Қытайдан келген өткенде бір кәсіпкер айтады, сендер қазір жеңіл дейді да. TikTok өзі кіргізіп береді, бізде мысалы сендер сияқты адам кіргізу үшін уже $1-2 біз таргетке ақша көп саламыз уже дейді. Қазір бағана көрдіңіз, мысалы уже 5 теңге ма 10 теңге жібердіңіз, соның өзіне сізде 100-ден астам адам көбейіп бере салды да. Сондықтан қазір өте керемет мүмкіндікті осы сәтті пайдаланып тез кіріп қалу керек, ертең барған сайын қиындайды. Ал мырзалар, рахмет, бүгін көрген көрермендерге де рахмет айтамыз. Ұнаса, білесіздер не істеу керектігін комментарийға өткен инсайттарыңызды, ойларыңызды жазыңыздар. Бұл кісілерге де жақсылап Сәкен мырзаға жазылып алыңыздар. Бұл кісінің қазір арнайы TikTok'ын қалдырып кетеміз. Сол TikTok'ына тіркеліп алыңыздар. Сәкен мырзаға жақсылап тікелей эфирге шыққан кезінде видеоларына реакция қалдырып, ұнаған жерін ұнат деп беріліп отырыңыздар. Ал жазылмағандар болса, каналымызға жазылыңыздар. Келесі шығарылымдарда көріскенше сау болыңыздар. Рахмет.